الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz 17-ші дәріске келдік. Бізге осындай сөйлемдер берген. Сол сөйлемдерді оқып аударсақ. Абуабул масджиди мафтухатун. Бабун абуаб бұл есік деген мағына. Яғни мешіттің есіктері ашық дейді. Мешіттің есіктері ашық. Лиман хадихил буютул жадидату. Бұл жаңа үйлер кімдікі? Хия ли мудири шарика. Олар компанияның директордікі. Ан-нуджуму джамилатун. Жұлдыздар әдемі. Хадихи дурусу сахалатун. Бұл сабақтар жеңіл. Фил хинди луғатун касиратун. Үндістанда көп тілдер бар дейді. Айнал кутубул жадидату. Жаңа кітаптар қайда? Хия фил мактабати. Олар кітапханада. Тилка суруру максуратун. Яғни бұл анау кереуеттер, яғни кроваттар, анау кереуеттер сынған. Ас-саату ябания рахисатун. Ябания дегеніміз японский, яғни жапондық. Яғни японский сағаттар деп жатыр ана жақта. Яғни жапондық сағаттар арзан. Рахис дегеніміз арзан. Хадихил хумуру ал-хамиру лил-фаллах. Яғни бұл есектер, яғни хамир деген есектердің көпше түрі, хумур. Бұл егінші адамдікі. Айна кутубу кунна я ахават. Қыздар, сендердің кітаптарын қайда? Хия фил фасли. Олар сыныптың ішінде. Хадихи кутуби ва тилка кутубу ухти дейді. Бұл менің кітаптарым, ал анау менің әпкемнің кітаптары. Хадихи макатибу туллаб. Бұл студенттердің парталары. Фи хаза шари'i фанадиқу каси кабиратун. Осы көшеде үлкен қонақ үйлер бар. Фанадиқ дегеніміз қонақ үй. Жекешесі, көпшесі. Көпше. Яғни қонақ үй деген мағына. Жекешесі фундук. Ол келеді алдыда. Фундук. Енді жаттығулар. Келесі сөйлемдерге, сұрақтарға жауап бер. Айнал кутубул жадида. Жаңа кітаптар қайда? Лиман хазихил буютул кабира. Яғни бұл үлкен үйлер кімдікі деген секілді сұрақтарға жоғарыда осыған жауап береміз. Мысалы, жаңа кітаптар қайда деді? Мына жақта міне жаңа кітаптар қайда? Хия фил мактаба дейді. Яғни ауызша жауап береміз. Хия фил мактаба, яғни олар кітапханада деп. Жақсы, енді мубтада, яғни мубтада дегеніміз бастауыш. Бастауышты сол көпше түрге айналдырамыз. Мына жақта әл-бабу мафтух деп тұр, есік ашық. Мына жақта әл-абуаб, есіктер ашық деген мағына. Есіктер ашық. Хаза қаламун жадид. Көпше түр қалай болады? Хазихи ақламун жудудун. Жудудун, дұрыс па? Жоқ, мына жақта жадидатун. Неге? Өткенде кешегі сабақта жансыз заттың көпше түріне
әйел тегіде қолданылады. Ән-нәжму жәмил қалай болады? Ән-нуджуму көпше түрі ән-нуджуму жәмиләтун. Жәмиләтун. Зәликәл китабун қадим. Тилка кутубун қадимәтун. Зәликәл бейту жәмилун. Анау үй әдемі. Тилкәл буюту болады. Тилкәл буюту жәмиләтун. هذا الدرس سهل. هذه الدروس سهلة. ذلك الجبل بعيد. анау тау, жабал тау алыс дейді. تلك الجبال بعيدة. Яғни осылай мына жақтың барлығын толтырып жазып шығамыз. Келесі енді хабарын қоямыз. Яғни анау бастауыш, мына жақтың бәріне бастауыш қойған. Енді соны баяндаушы керек бізге, хабарлайтын. Мысалға үй деп айтты. Үй деді. Яғни бізге сол сөйлем әлі толық болмады. Ол қандай үй? Үлкен ба, кішкентай ма, алыс па, жақын ба деген секілді. Яғни бізге соны сөйлем, яғни толық болу үшін, бізге түсінікті нәрсе болу үшін, оның хабарын айтуымыз керек. Әл-бәйту мысалға кәбирун. Үй үлкен деген мағына. Кәбиротан деп қойыппын. Кәбирун. Және де хабары алифлам болмайды хабарында. Алифлам болмайды. Бастауышта, яғни мубтада дейіні, мубтада алифлам болады, ал хабарында алифлам болмайды. Бұл грамматика бойынша. Біріншісін мубтадау деп айтады, ал мынаны хабар деп айтады. Хабар. Әл-бәбу есік деп тұр. Ол қандай болады? Есік мысалға ашық. Мәфтух. Нуджум мына жақта. Нуджум жұлдыздар. Жәмиләтун әдемі. Қаламун мәксур. Қалам сынған. Мәксурун. Яғни хабарын алифләмсіз жазамыз. Хабарды алифлам керек емес. Ал мубтадасына алифлам керек, міндетті түрде алифлам болу керек ода. Жақсы. Мына жақта яғни сонда тек қана хабарын жазып шығамыз, хабарларын. Мына жақта енді хәти жам'ул калимат ләтия. Осы сөздердің көпше түрін айтуымыз керек. Яғни бәб деген көпше түрі әбуәб. Бәйтун көпше түрі буютун. Нәжму көпше түрі нуджумун. Қаламун көпше түрі ақламун. Деген секілді осылардың барлығын жазып шығамыз. Кәлбун көпше түрі тойыр. Егер де білмесеңіздер, мысалға нені алайық? Мынаны көпше түрін білмесеңіздер, мынanda приложение қолдансаңыз болады. Мына арабист деген. Сода бана сөзімізді былай жазамыз. Қандай сөз болды бізде? Хақыл. Міне хақыл мына жақта тұр. Көп т деген оң жақта тұрғаны, сол көпше түрі деген мағына. Яғни жеке-жесі хақлун, көпше түрі хуқулун деген мағына. Жақсы, осылай сөздікті пайдалансаңыздар болады. Яғни
бист деген приложение. Енді жаңа сөздер. Әш-шарикат. Шарикат бұл компания. Компания. Шарикат көпше түрі шарикат болады. Рохис бұл арзан. Қымбат деген қалай болады? Ғолин деген болады, қымбат. Ғолин. Мудиру шарикат бұл компанияның директоры. Компания бастығы. Әл-Қомису. Қомис дегеніміз, мына жақта шадда артық кеткен, мына жақта болмау керек. Қомис бұл көйлек. Рубашка десек болады. Көйлек, рубашка. Көпше түрі құмсон. Құмсон. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.